Ашамлар хайыр декабрьнан 2 эфирде заман Қырымве дүниеда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев. Селямлайым. 19 еллы қапыс мұддеті. 2 ел девамында информацион фаалиетнен оғрашмасына ясақ ве 1 миллиард рубледен зияде зарар одемесі. Ишгалжелер прокуратурасы Ленур Ислямовқа бөле жеза белгіленмесіні талап еткен. Қырымның юқары Рос махкемесінде Дүния Қырым Татар Конгрессінің президент Муавина давасы черчевесінде екі тарафынан мұнақашалары екінленген. Ишгалжелер Ленур Ислямовна энергетик қамачав тешкіл еткенінде қанусыз арби құрылыш құрғанында ве Русия топырақ бұтылыңғына бозмаға чағырулар япты деп қабатлай. Даваны Ишгалжелер Ленур Ислямовсыз бақты у видео чықарып, махкемеге йоллаған позициясын діңлемеге біле істемегенлер. Ислямовның менфаатларына тақдим еткен адвокат Николай Полозов бұл даваны Русия тарафындан Қырым ишгалына танымағаны үшін сияси тақып деп адландыра. Ну, мы же говорим в том числе о делах, связанных с батальоном. Уже было вынесено несколько приговоров, да, ну, зачастую совершенно случайных людей, которые не имели отношения к гражданской блокаде Крыма, вынуждали под пытками, под истязанием, под давлением оговаривать себя, оговаривать других, принимать на себя вину. И я не исключаю, что после вынесения приговора Ленуру Ислямову российские силовики попытаются еще сделать себе больше звездочек на погонах, фактически обвинив невиновных людей в участии в деятельности батальона Намана Челебиджиха. Сесима Салим Суфьянов и Сейран Хайрединовта СИЗОда тері хасталықлары елерілі башлаған. Бұны Қырымнан юқары Рос махкемесінде олар апсте қалдырылмасына қаршы берілген шекейет бақылған сон адвокат Лилия Геминджи хабер етті. Адвокатның сөздеріне көре мабуслер психиатрик экспертиза кечірілмесі үшін рухи хасталар хастаханесінде тұтылғаны вақыт коронавирус хасталығына ұғыраған. Бұндан сонысе тері хасталықлары пейда олған. Ишгалжелер махкемесі берілген шекеетлеріні кері қайтарып, мабуслеріні кележек сене мартынан екісіне қадар апсханеде қалдырды. Екісінде язда Бақшсарай районында тұтып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп, терроризм ве Русияда әкиметні күчнен запт етмейін тұлуында қабатлайлар. Алим Суфьянов и Сейран Хайрединов находятся в следственном изоляторе, и у них ввиду ослабления иммунитета начали прогрессировать кожные заболевания, в том числе очаговые места на коже у Алима Суфьянова, они значительно выросли даже после продления, после последнего продления, когда мы видели с ним в пятницу в Киевском районном суде. И точно такие же кожные высыпания на коже начались у Сейрана Хайрединова. Украинаны Русия тежавузындан қоршаламақ үшін НАТО Украина еле олған іш бірлігіні арттырмақ керек. Бұны Шимали Атлантик Шура топлашуында альянсынан талелжелері білдірді. Онлайн конференцияда Украина тышышлері назиры Дмитро Кулебада иштирак еткен. О конференцияға қошылмақ үшін Анкараға барған. Анда Түркиелі зенадашы Мевлют Чаушоғлы еле Марузанен чықышта бұлынған. Конференцияның esas мевзусы Русия тарафындан Қырым ишғал етілгенінден сон Қара деңізде олған телекесізлік меселесідір. Я детально поінформував про мілітаризацію Криму з конкретними цифрами, свідченнями про те, як мілітаризація в Криму Росією, як державою-окупантом, впливає на безпеку в Чорному морі. Ну, відповідь, очевидно, негативно вона впливає. І два додаткових питання, які я порушив. Сказав колегам з НАТО про те, що Україна хоче більше взаємодії з Альянсом, і, зокрема, ми хочемо більше натівських навчань на території України. А також не міг, звісно, не сказати про те, що ми будемо рухатися і надалі до членства в Альянсі,
І план дій щодо членства на цьому шляху має бути нам наданий, так само, як і Грузії. Дмитро Кулеба Анкарада Кырым-татар диаспора векіллері ве Түркияде олған Дүния Кырым-татар конгрессінің азаларынен корышып, Кырым ишгалден азат етілмесі үшін құрылған Алқара платформа тешкіл етілігі мевзусында музакире еткен. Бұне берабер Украина ве Түркия акимиетлері ве Түркиядегі Кырым-татар дернеклерінен Дүнияда олған Кырым-татарлар бірлештірілмесі ве бераберлікте Кырым-татар медениеті популялаштырылмасы аққанда келішкенлер. Турецька держава і кримські татари будемо втрьох працювати над згуртуванням кримських татар в усьому світі, над поширенням знань, інформації про кримську татарську культуру, про її нерозривний зв'язок з українською культурою і про взагалі нашу єдність українського і кримсько-татарських народів. Түркия Кырым ишгалден азат етілігі үшін музакире мейданы тешкіл етілмесіне қол тұта. Бұны Түркияның тышышлер назиры Мевлют Чаушоғлы Украиналы зенадашы Дмитро Кулеба иле көрішкені вақыт айтты. Чаушоғлы Украина иле теулікесілік ве мудафасы асында ишбірлікні инкишаф еттірмек керек олғанны қайды етіп, Кырым платформасы тешкіл етіліп тешебісіне қол тұтқанны білдірген. Ми провели дружню зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ми будемо продовжувати зміцнювати наші відносини, особливо в області військової кооперації та оборонної промисловості. Ми вітаємо ініціативу Кримської платформи. Сабақ сияси мабуз Владимир Балух баш ярасынен хастаханеде бұлынғаны вақыт тедавилеген екімлерге веоңа қол тұтқан инсанларға минидарлық білдірді. Оны сентябрнан 8-не кечер гежесі Киевде көтеклеген еділер. Балух Facebook сайфесінде хабер еткеніне көре ошымды нейро-реабилитация мерkezінде тедавиленмекте. Баштарфыларының чоқысына бұл меркез өзіне алған. Сабық сияси мабуз хастаханеде ятқаны вақыт оңа ярдым еткен Қырымдан көчкен Наталья Лютикова, Кырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилев и Меджлис елбашысының муавины Ақтем Чейгозға тешеккүрлер білдірді. Владимир Балух хабер еткеніне көре, оны да бір операция бекле екен. Користуючись моментом виходу у публічний простір, дякую усім, хто щиро вболівав, молився, вірив, допомагав, долучався. У тому числі завдяки вам я живий і впевнено рухаюся до одужання. Украин байрағы үшін ишгалчылерден қорқузы. Русполис хадемлері Ялта қабиханесіне. Омызында кечкене Украин байрағы тікілген Британия ордосының формасында кірген еркек ве қадынны бегенмеген. Қомшы софра башында отырған ишгалчы құветчілер чифны бірден сарып алған. Видеоны чықарған қадын айтқанына көре құветчілер сарғушалда екен. Оларны кімсе чағырмаған. Олар Украин тимсалі олғаны үшін өз ачуыны білдірген, ама өз позициясыны идея айтып оламағанлар. Украин тимсаленен форма киген кіші о Русия ватандашы олғанны білдіріп, Украина байрағы ясақ етілген тимсал олмағанны қайдеткен. Ама бұна бақмадан оның весиқаларына тешкірілгенлері вақыт янында силя олғанны көргенлер. Ама силя құлланывы үшін рұқсетіде янында екен. Сарғыш олған рус құветчілері нәтижеде Украин тимсаленен олған кішіні ебермеге мәжбүр олған. То есть у меня розочки. Это как вообще воспринимает? Вы понимаете, насколько хреново работает полиция, если они боятся человека, у которого флаг соседнего государства? Незапрещенной в Российской Федерации символики. Или если бы я был шпионом, поверьте, никогда в жизни я бы на себя это не надел. Я бы в вашей форме ходил еще. Русия незаретінде олған жынкеверлер о саланында екі кере атешкес режиміні бозған. Водяной жеварында душман күчлері граната аты жет иртибатыны құлланған. Бұне берабер Рус жынкеверлері Украина шарқында дистанцион шекілде Украин арбелері позицияларыны майынламаға тұрышқан.
На ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року з боку російсько-окупаційних військ. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичне угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета. Окрім того, на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2. Бойових втрат та поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає. Украинада кечкен күндевіманда түзелгенлерінен сайысы хасталанғанларынан сайысындан чоқылған. Сағлық назерлігінде қайдеткенлеріне көре 13.181 инсанда түневін COVID-19 хасталығы белгіленген. 168 инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Хасталарының ең чоқ сайысы Киев шәрі, Одесса, Сумы, Запорожье ве Киев елетлерінде қайдетілген. Украинлерінің 58%-ы елбаш байрамы күнлері умми карантин көрсетілмесіне қол тұта. Сағлық Назир Максим Степанов қайдеткеніне көре карантин 3 аптаға көрсетілежек, ама қайсы күнден көрсетілежегі ақта там қарарда алынмаған. О 29 ел девамында Тибисаға керекли көлемде пара айырылмағанны қайдетіп, кележек сене бюджет лейхасында да пара етерлі олмағанны шекейтеті. Мутихастлар Украинадан кетмемесі үшін екімлерге айлықларына көтермеге чағырды. Ми розрахували, яка повинна бути заробітна плата, мінімальна. Те, що ми повинні запропонувати нашим лікарям, і це буде така справедлива заробітна плата. Це 23 тисячі гривень для лікаря, 17 тисяч гривень для медичної сестри і 12 тисяч гривень для санітарки. Це базова річ для всіх працівників. Ишғал етілген Қырымда 302 яңы коронавирус хастасы белгіленді. 9 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ишғалшілер акимиеті қанунсыз күтлеви вакцинацияға азырлық көре. Бір айдан Спутник 5 вакцинасыны екімлер ве Роспотребнадзорының хадимлеріне инеле башлай жақ деді ишғалшілер юлбашысы Сергей Аксенов. Сонысы мечбури вакцинацияға COVID-19 хасталарынан чалышқан дигер хадимлеріні де желп етежек екенлер. Ишғалшілер акимиеті ашлама ноқталарыны азырлап башлаған. Ұсат қазір олған сонки хаберімізі депіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Атырден ісе айырылманыз көрішкенже.